Ішкі істер министрлігі азаматтардың жеке деректерінің заңсыз таралу арналарына тосқауыл қою бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуде. Ішкі істер министрлігінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп, қазақстандықтардың жеке мәліметтерін интернетте заңсыз сатқан қылмыстық топтың жолын кесті. Ақпараттар мемлекеттік базалардан заңсыз алынған және телеграм арқылы таратылған. Оның ішінде кейбір коллекторлық компанияларға берілген. 140-тан аста адам, оның ішінде компания иелері мен арна әкімшілері ұсталды. Қазіргі таңда 5 күдікті қамауға алынды. Тінту барысында 400-ден астам компьютерлік және басқа да электрондық техника тәркіленді. Қылмыстық кодекстің 205 бабы 3 бөлігі ақпараттық жүйеге заңсыз қол жеткізу, 147 бабы 5 бөлігі жеке өмірге қол сұғу және жеке деректер туралы заңнаманы бұзу, сондай-ақ 211 бабы 3 бөлігі шектеулі электрондық ақпараттық ресурстарды заңсыз тарату бойынша қылмыстық істер қозғалды. Қатысы бар адамдардың толық шеңбері анықталуда. Ішкі істер министрлігі азаматтардың цифрлық қауіпсіздігін бұзатын, құқыққа қарсы әрекеттердің жолын кесу және жеке деректердің таралуына жол бермеу бағытындағы жүйелі жұмыстарды жалғастыруда.